Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бүгін өте дәмді және ерекше болып шығатын манты жасайтын боламыз. Бұл тамақты бір жасағаннан-ақ сіздің ең сүйікті тағамдарыңыздың бірі болуы сөзсіз. Олай болса асықпай видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, азғантай сұйық майымызды құйып, оның үстіне 1 шай қасық толтырып тұзымызды салып, және 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізген ұнымызды салып, жақсылап қамыр елеп алатын боламыз. Осылай ұнымызды салып, орташа қаттылықта қамырымызды елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды салафанымызға салып, 10 минутқа тындыруға қоямыз. Енді салмамызды турап алатын боламыз. Бізде тартылған ет, картошка, құйрық май, пияз және жусай қостым. Жусай өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Осылай тазартып жуылған жусайымызды жақсылап турап аламыз. Жусайдың дәмі ерекше дәм береді біздің тамағымызға. Осылай барлығын ұсақтап жақсылап турап алатын боламыз. Келесі бізде пиязымызды дәл осылай жақсылап тұрып турап алатын боламыз. Міне пиязымызды турап алдық. Енді қалған картошка және құйрық майларымызды жақсылап турап алатын боламыз. Картошканы да дәл осылай майдалап, жақсылап турап аламыз. Дәл видеода көрсеткендей етіп жасап алыңыздар. Барлығын ыдысымызға салып, араластырып алатын боламыз. Енді оның үстіне тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Енді тоңазытқыштан шыққан құйрық майымызды, мен үнемі құйрық майды жуып, тоңазытқышқа салып қоямын, қатып тұрған кезде дәл осылай теркіден өткізіп жасап аламын. Сол кезде дана-дана болып шығады. Осылай құйрық майымызды жақсылап өткізіп алып, салмамызға салып араластырып аламыз. Бұның орнына сұйық май қолдансаңыздар да болады. Егер де сіздерде құйрық май болмаса, сұйық май салсаңыздар болады. Осылай барлығын салып аламыз. Мен өте көп қоспаймын құйрық майды. Азғантай ғана қосамын, соның өзі ерекше дәм береді. Енді барлығын осылай қолымызбен біркелкетіп араластырып алатын боламыз. Жусайымыз, тартылған етіміз, картошкамыз барлығы жақсы араласу керек. Енді қамырымызды алып, дәл осы видеода көрсеткендей етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Осындай кішкентай жуала жасап аламыз. Барлығын осылай жинап, тағы да 5 минутқа тындыруға қоямыз. Сол кезде біздің қамырларымыз тез жайылатын болады. Өте ерекше тамақтардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Әдеттегі мантыға қарағанда бұл манты өте түрі де дәмі де өте әдемі болып шығады. Енді осылай бетін жауып 5 минутқа тындырып қоямыз. 5 минуттан кейін қамырларымызды алып, дәл самсаға жайғандай етіп, жұқартып жайып аламыз. Мен осылай бірден 3-4-еуін жайып аламын. Менде қазір 40 дана шықты. Мен осылай фаршымды 4-ке бөліп аламын, теңдей етіп. Бір бөлігін осылай 10 мантымызға жеткіземін. Сол кезде барлығына бірдей жететін болады. Осылай бір қасықтан толтырып салып шығамыз.
барлығын біркелкі етіп енді қамырларымызды бүгіп алатын боламыз. Осылай шетінен қайтарып, қатты басып, қамырымызды айналдырып шығамыз. Еш уайымдамаңыздар, барлығы өте әдемі болып пісіп шығады. Дәл осылай шетін қайтарып, қатты басып, қамырымызды айналдырып алатын боламыз. Осылай қайтқан жерін ішіне қаратып, майыстырып алып, дәл осылай етіп бүгіп аласыздар. Енді манты қазанымызды майлап, төгілген мантыларымызды саламыз. Қайнап тұрған суға қойып, 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Бізде міне 45 минут уақыт өтті. Біздің тамағымыз дайын. Қараңыздар, түрі өте әдемі болып шықты. Барлық қамырларымыз пісті 45 минут уақытта. Енді тамағымызды дастарханымызға тартатын боламыз. Осылай ыдыстарымызға салып аламыз. Бұның үстіне өздеріңіз ұнатқан подливаны қоссаңыздар болады. Мен қазір ешқандай подливка жасаған жоқпын. Міне біздің тамағымыз дайын. Өте сондай дәмді тамақтардың бірі. Түрінің өзі тәбетті ашады. Міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымды қолдауды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.